Пеппа подкаст. Мәдениеттегі трендтерді талқылаймыз. Біреулер Оюфест туралы айтты ма, неде? Жалпы пікір берді ма? Подкаст аренада ма? Иә, тіпті жомарттар айтпаған сияқты. Олар енді алдына түсіріп тастады да бүкіл нені. Кейінірек шығар. Иә, Азат Оюфестте болдың сен. Иә. Билет қанша тұрды? Жалпы билеттің бағасы 15 мың теңгеден болды. Бірақ кімде виза банк картасы болса, оларға 1500 теңге қайтадан өзінің шоттарына лақтырылды, шоттарына. Яғни 13500 теңгеден билет түсті бағасы. Мен Каспийдан алған болатынмын, ешқандай жарнама жоқ бұл жерде. Өзімнің ақшама алып, сөйтіп қайтадан сол жеңілдікті жасап 13500 теңгеге сөйтіп неге барған болатынмын. Оюфестке мен жалғыз барған жоқ, мінімен барған болатынмын. Бірақ енді адам көп болды. Сосын жалпы бір сөзбен айтқанда маған фесттің атмосферасы өте қатты ұнады. Өйткені жан-жақта адамдар болғанына қарамастан, қазақша енді сахнада көбінесе қазақша өлеңдер айтылды. 75-80% қазақша өлеңдер болды деп ойлаймын. Сол қазақша өлеңдердің барлығына қол салып ән айтып, жалпы атмосфераны өте мықты жасады ана жақта адамдар. Жүргізушінің өзі керемет болды. Жомарт. Негізі аудиторияның бәрі кәдімгідей шыңғырған сияқты, жомарт жақсы жүргізіп шықты. Әзілдерін айтты ма? Өзіне тән әзілдерін. Жалпы іс-шара екі тілде жүргізілді. Орысшасын атақты блогер Нагимушы айтып отырды. Екіншісін атақты подкастшы деп айтса болатын шығар, Жомарт Аралбайұлы өз персонасымен жүргізген болатын. Жалпы негізі мен сахнаға жақындаған кезде бір қазақ граммардан сәлем айтайын деп ойлап едім, бірақ жақындай алмадым ол жерде. Адам өткен көп болды, жұлдыздар көп болды. Қалай сәлем айтуға болады? Жалпы Жомартқа бір арасында бір жақындап қалуға мүмкіндік болатын кезде, немесе бір олар арасында өткені сахнаға шалбарының етегіне тиіп қалатын. Стиль мықты болды енді Жомартта. Жалпы негізі Оюфесттің өзінің стилі өте мықты болды. Былтырғыдан әлдеқайда күштірек болған сияқты биыл. Осы жыл мен былтырғысында болмадым, бірақ мен хайлайтстарын көрген болатынмын олардың инстаграм парақшаларында. Бірақ алдыңғы жылғы әртістер маған арасында мен ұнататын әртістер де көп болды. Осы жолы орда тобы болса екен деген сияқты бір үмітпен болған едім. Бірақ енді ол жерде ұйымдастырушылардың кінәсі жоқ, олар алдын ала жалпы айтты қандай әртістер болатын. Дегенмен біздің өзіміз шығып қала ма деп ойладым ба? Иә, сюрприз болып шығып қала ма деп сөйтіп ойлағанды, бірақ жалпы негізі мықты өтті. Мынандай мен қазақпын деген соңғы қойды ма, басында болды? Жоқ, ол соңында жалпы іс-шараның осы концерттің Оюфесттің хедлайнері болып, ол Ерболат Құдайберген болды. Бәрілеріңіз білетін шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Ол мен қазақпын, біздің жігіттер, бой жеткен, қандай өлеңдер бар еді? Ләззаттың шыңдарында 62 тамырым деп айтқан. Сондай өлеңдер болған. Негізі Мақатаевтың сөздері ғой, бірақ. Жалпы 10-шы жылдары тыңдаған өлеңдерді өзің кішкентай бойжеткен болып, жалпы подросток болып тыңдаған өлеңдеріңді қайтадан есту бір ностальгия сезіміне қайтадан оралтқызды. Және жалпы негізі Ерболат кішкене ауырыңқырап тұрды ма, бірақ інісі жақсы алып шықты, көп аудиториямен жақсы жұмыс істеді. Бірақ Ерболат шықты, өз өлеңдерін айтты. Содан кейін сәл бір өкініштісі тез қоштаспай қайтадан ішке кіріп кетті да, өзінің өлеңдерін айтып болғаннан кейін. Сол жағынан шамалы түсініксіздеу болды, дегенмен бірақ концерт мықты өтті. Мен қазақпын деген бүкіл көп адаммен бірге айтты. Қандай сезім? Өте күшті сезім болды. Енді бір жасанды емес, шынайы бір патриоттық сезім сені бір бойынан жаулап алғандай болады. Өйткені кейін сендерге көрсетіп жатам, менде видеолар бар түсірген. Былай істеді ма? Сөзін бастайды да, басын сосын микрофон аудиторияға. Бірақ
шыны керек білмеймін әдейі жасады ма әлде шынымен сөздерін ұмытыңқырап қалып қалды ма, кейбір өлеңдердің сөздерін жалпы негізі Ерболат 3 өлең айтты, қателеспесем. Соңғысын мен қазақтымды айтты. Бірақ енді концертке келген адамдардың өздері өлеңді алып шықты деп айтсам болады, өйткені Ерболаттың өзінің дауысы қатты естілген жоқ, жалпы адамдардың дауысы қатты естілді да. Бір шынайы, жалпы бүкіл концерт бойы бір қазақ тіліне деген, бір қазақтың ойы, шынымен де жан-жаққа қарасаң, біреуде тақия, біреуде киім, әркім бір өзінің стилін осы фестке сәйкестендіруге тырысты. Көп адамдар сөйтіп жүрген, мен негізі байқадым, мен өкінішке орай етіп бара алмадым, ондай негізі ой болған бір тақия ма сондай киіп баруға, бірақ енді біз асығыс шығып кеттік та, сосын ондай болмады. Бірақ енді шынымен Қазақстанға, қазақ халқына, бір қазақ тіліне деген сондай бір махаббат, бір сондай бір атмосферасы болды деп сезінгендей болдым. Соңғы ән сол болды. Соңғы ән, жабушы ән сол сонда болды. мен қазақпын деген оймен тарайсың ғой үйге. Иә. Жалпы өзінің қазақ екеніңді және осындай ортақ комьюнитиға жататының туралы сондай бір абыройлы сондай бір сезім жауады соңында. Жалпы негізі жүргізушілердің өздері де көп айтып отырды концерт барысында. Енді кейде болады, мысалы кейбір концерттерге барсаңдар, аудитория немесе бір жалпы талпа мертвый деп айтады ғой. Ешқандай саған не бермейді. Фидбэк бермейді. Эмоция бермейді. Иә, эмоция бермейді. Ол жерде кім шықпасын, ең алдыңғы әншілер, олар жалпы жаңадан осы қазақтың несіне көтеріліп жатқан әншілер болған. Иә, кейбіреулердің көбісін тіпті мен білмейді екенмін енді, менің өкінішіме орай енді. Бірақ кім шықпаса да, тіпті оның өлеңдерін білмесе де, жатқа сөздерін білмесе де, бәрібір қолдау деген мықты болды. Қолдау өте мықты болды. Жалпы позитивті сен анақта тұрған кезде шынымен де бір өзіңді сол қолдаушылардың бір бөлігі ретінде сезінген кезде жалпы атмосфера сондай өзің нелер солай болады, зікір. Иә. Зікір. Иә. Діни нелер жиындар сондай. Сондай бір сезім үшін барасың. эйфория сезімінде боласың. Рейв сияқты болды. Рейв сияқты. Рейв, иә. Шыны керек мен Оюфестте бірінші рет қазақша рок тыңдадым. Кім айтты? Есімдерін қазір. Иә, бір жастар, біреусінің шашы ұзын, Джонни Депп ұқсайды. Біреусі үш жігіт па, екі жігіт па, сондай. Бірақ енді олар орысша айтты ау деймін. Жоқ, қазақша айтты. Балға мен шеге деген бір өлеңдері бар. Сондай. Ол кім ғой? Аршат. Аршат, иә, сол Аршат пен Қылышбек. Аршат пен Қылышбек мен қазір Оюфестің ашып қойыншы, аттарын қателесіп айтпас үшін. Жалпы енді мықты болды енді. Айтамын. Ал 91-да кішкене соңына қарай шықты ма әлде? 91 Ерболаттың алдында шықты. Олар енді ресми емес хедлайнер ретінде деп есептеуге болады. Өйткені 91 шыққан кезде тұрған адамдардың барлығы дерлік қосылып өлең айтып отырды, шыны керек. Бұрын мен салыстырсам, бір шамамен осы 7-8 жыл бұрын қандай хейт болды олар жаққа қарай. Олардың арасында мүмкін олардың стилін түсінбегендердің арасында менде болған шығармын ол кезде. Бірақ осы жылы жалпы соңғы уақыттарда олардың өлеңдері көп қолдау тауып жатыр жастардың арасында. Сосын ана жақта менің өзімнің таңғалғаным, мен өлеңдердің көбісін жатқа біледі екенмін сөздерін. Сол жерде жалпы аудиториямен өзімен өзі шығып жатты. Иә, шығып жатты, жеңіл шығып жатты. Өзім түсінбей қалдым ба, қалай шығып жатты? Өзім түсінбей қалдым. Мен өзім Инстаграмға салған болатынмын, соны біраз тырқылдап күлген болатынбыз оған. Енді шынымен анақта қарасаң, үлкендер де, кішкентайлар да, әртүрлі жастағы адамдар болды, бірақ барлығы бір сондай бір өлеңдерге қосылып отқан кезде шыны керек атмосфера мықты болды деп айта аламын. Енді 91-ды кәдімгі халық бәрі жақсы көреді. Ол біздің тек әкімдер ғана түсінбейді да, олар 7-8 жыл өтсе де әлі концерттеріне тыйым салып қуып жүр. Мынандай сезім, ұқсас сезімдер сияқты, сен митингіде мысалы шал кет деп айғайлайсың, немесе Ерболатпен бірге мен қазақпын деп бәрін айтасың. Екеуінде де бір ұқсас толқисың. Не ғой? Не деуші еді? Окситоцин бөлінеді. Қауымдық экспириенс кәдімгі. Иә. Қоғамдық экспириенс, қауымдық, қауым дейді ғой, дұрыс. Жалпы қай қауымнансың дейді ғой мысалы.
кімнің үмбетісің дейді. елің кім, руың қандай. Негізі ою сияқты фестивальді мен кішкентай кезінде, осыдан бір кішкентай демей ақ қояйын, 10 жыл бұрын шетелдік концерттерді көп көретім да. Coachella, Lollapalooza, тағы да басқалар бар ғой. Неге бізде сондай жоқ, қашан болады екен деп нақты қазақша ән айтатындар сондай концерт, фестиваль ұйымдастырса екен деп армандайтын. Енді оюды солай деуге болатын шығар. Сондайға бара жатыр. Мысалы, 2-ші жыл өтіп жатыр. Кәдімгідей традиция болып кетеді енді, менің ойымша, ою фест. Ауқымында көбейетін мүмкін Алматының ішінде ғана емес, кейін қаланың сыртына шығып, кәдімгідей 7-8 мың емес, 10, 20, 30 мың адам келе алатындай қылып үлкен көлемдегі фестивальға айналады деп ойлаймын, үміттенемін. Соған жеткізсін деп. Жалпы ол күні Алматыда 2 үлкен концерт болып жатты. Біреусі ол шатаспасам Азия дауысы, иә? Азия дауысын, иә, қайттан 3 күн ба бұл? 3 күн болды, иә. Қайттан жаңғыртты, иә, олар 3 күн өтті. Бірінші күні білмеймін кімдер болған, екіншіде Black Eyed Peas, үшіншіде бұрынғы ретро біздің ата-аналарымыздың сүйікті әншілер Ялла болды, Ялла тобы, өзбекстандық. Сосын тағы да біреулер болды. Роза Рымбаева болды. Солай болды, иә. Көрген адамдарға повезло. Солай, иә, сондай болған сияқты. Бірінші күні кілең жастар, екіншісі біздің қатардағылар, Black Eyed Peas тыңдайтындар, ал үшіншіде уже ретролар кетті. Негізі қызық болды. Бірақ сол ойымен бір уақытқа қойғаны енді ыңғайсыз болды. Олар бірлесіп келіспейді ғой негізі. Енді иә, бірақ сонда да ақылдаспайды ғой дегенді. Жалпы ол күні Алматыда өте үлкен кептелістер болды. Тауда да, қалада да. Тауда да, қалада да. Жалпы ою фест алдыңғы жылда сол жерде болды, иә? Гольф-клуб Ареал, яғни Аль-Фараби көшесінен жоғарғы жақта, шатаспасам Жарокова жақта ма, қиылысына сол жерде гольф-клуб бар, үлкен территориясы. Жалпы сол күні адам өте көп болды. Біз ою фест сағат 3-те басталады деп айтты. Соған қарамастан сәл ертерек барып алдық, өйткені көлік қоятын жер керек болды. Жалпы жету керек, елдің бәрі о жаққа келген кезде жалпы кіретін жерге де кептелісте тұрып қаласын. Әл-Фарабиді жөндеу жұмыстары дейсің? Иә, Әл-Фарабиде жөндеу жұмыстары болып жатты. Енді ол күні жолдар ашық болды, бірақ жалпы сол жақтан Әл-Фарабиден сол жаққа қарай жоғары кетіп бара жатқан кезден бастап медеуге дейін жол қып-қызыл болып тұрды. Өте қиын, қайтқанда да барғанда да, бірақ біз көлігімізді сәл алыстау қойып кеттік ыңғайлы жерге. Соның арқасында біз үйге тез жеттік. Жалпы маған ою фесттің ұнағаны ол жерде жәрмеңке сияқты да болды. Әртүрлі ою фесттің спонсорлары, яғни концерттік бағдарламаның өзі сағат 6-да ресми түрде басталды, ал оған дейін 3-тен сағат 6-ға дейін әртүрлі сондай бір көрмелер болды. Адамдар барып өзіне қалаған тауарлар, яғни ол жерде көбінесе жарнама үшін жасалып жатыр, енді оның бәрі түсіну керек. Бірақ тегін су беріп отырды, әртүрлі бір приздар, сыйлықтар, конкурстарға қатысып бірнәрсе жеңіп алуға болатын. Сосын ою фесттің өзінің мерчі болды. Мен өзіме шұлықтар алып алдым. Иә, келетін. Не алдың? Шұлық, аяққа. Иә. Мен шопер деп естіген. Шопер алғым келген, мен тишерт деп естідім. Шопер қымбаттау болды енді. 30 мың теңге шатаспасам. Шопердің өзі 30 мың. Сосын Қазақ Репабликпен фиттағы, яғни футболка болды. Күшті. Иә. Ал мынандай болды дағы. Кім? Дана Ақылбекова деген біздің жігіттер деген әнді сынап тастады. Нектен? Өйткені зорлаушы топты дәріптейтін ән. Әндегі жігіттер деген сөзге тиісіп отырмыз? Жігіттерді дәріптеп жатсыңдар, ал жігіттер ондайға лайық емес, қысқасы. Мен түсінгенімше. Патриархаттың. Бұл жерде, бұл әнде түсінікті ғой, жігіттер деп құр нақты жігіттерді айтпайды ғой. Жалпы қазақтарға қатысты. Иә, бірақ мен жалпы келіспеймін оныкімен, бірақ сондай болды. Бірақ априори жігіт болу ол зорлыққа деген, жалпы соғысты бастайтын жігіт, ерегес, барлық токсикті бастайтын жігіт болып тұр да біздің елде. Көп жағдайда деп айтайын ба? Соны неге деп айтыр да? Дана деген танисың ба?
білесің бе? Жалпы хабар Ғалым қыз, ғалым, егер сендер биолог ғалым. Жігіттердің кейбір бөлігі сондай болсын жарайды, солай деп есептейік. Онсыз да сондай жарайды. Бірақ әнде сол нәрселер дәріптеліп жатқан жоқ қой. Жігіттер бүйтіңдер, сөйтіңдер, зорлаңдар, ұрыңдар, төбелесіңдер деп айтпайды ғой. Керісінше жігіттерді мақтап, кәдімгідей қанаттарын көтеріп деген сияқты сондай ниетпен айтылған ән. Керісінше қолдау әні. Сонда білмеймін, оның ойынша жігіттер туралы мүлдем ән айтпау керек па, мүлдем жақсы деп мақтап, қуаттап бүйтіп айтпау керек па? Мен түсінгенімше привилегиясы бар, онсыз да привилегиясы бар топты одан сайын мадақтап жатыр да. Қыздар туралы да әндер бар. Қазақтың қыздары бар. Жоқ, енді қазақ қыздар бірге деген ән бар. Басқа да әндер бар. Білін, өйтіп әндерге тиісе беретін болса білмеймін енді. Біздің қоғам өнермен айналыса алмай қаламыз ғой. Бұл жерде сен қайтадан cancel деуге тырысып жатыр ғой, мысалы. Cancel деудің бір элемент. Біз Мұхарьевті cancel дейміз, ал анан cancel дейміз, сонда cancel-дің бір шекарасын білуіміз керек. Ба? Мына жерде шекарадан менің ойымша кәдімгідей анық өтіп тұр. Шекарадан асып тұр. Яғни негізделген хейт пен негізделмеген хейттің ара жігін таба білуіміз керек, иә? Солай. Таңғалғаным ол жерде жалпы Қазақстанның жан-жағынан келген адамдар өте көп болды. Көбісі студенттер бар. Иә, негізінен студенттер енді, иә. Сосын бір байқаған жерім, ол жерде енді алкогольді заттар сатылғаннан кейін адамдар сатылды. Иә, сатылды. Яғни өйткені ол жерде негізгі спонсорлардың бірі ABR компаниясы болды. Иә. Қызық компания негізінде, өздерің білесіңдер. Компания жақсы, бірақ басшысы дейсің. Иә, жалпы кішкене қазақ тілге деген бір зейін шамамен қою керек деп ойлаймын оларға. Бірақ енді жалпы сапасына, тағамдардың сапасына ешқандай менде не жоқ, претензия жоқ. Алкоголь заты жалпы мен қауіпсіздік бойынша айтайын деген, яғни ол жерде кіреберісте, әрбір фестте кіреберісте қолына стикер жапсырады жалпы. Сол, мен білезік стикер бар, мен оның аса қатты мән берген жоқпын. Бізде сары болды інім екеумізде 21-ден асқанбыз. Сосын концерт болып жатқан кезде кейбір адамдардан көріп қалдым, қолдарында көп сондай стикер білезіктер болып тұрды. Содан артынан қарасам, ол жастардың арасын бөліп тастаған екен. Яғни егер сен қолыңда көк стикер болса, онда саған алкоголь сатуға тыйым салынған ол жердегі сатушыларға. Яғни жасқа байланысты ол жерде сондай бір күшті. Мера предосторожности деп айтады ғой. Сондай сақталынды. Сол жағынан мен артынша концерттен оны білген жоқпын. Інім айтып қалды соны көріп. Сол жағынан. Ініңде болды ма? Інім болды, иә. Жоқ, ініңде қандай болды? Інімде сары болды, ол 21-ден асқан. Иә. Сол. Сен анауінің емес па? Бізге коммент жазатын? Иә. Солінің ба? Сол іным, иә. Окей. Жалпы ол Нұрстың фанаты. Үлкен жігіт болып қалыпты ғой деп айтып отыр ма? Иә. Ең басында сендерден автограф алған кезде, естеріңде болса, мен соған алып барған. 2 жыл бұрын. Иә, 2 жыл бұрын. Окей. Сол кезде ең басында ол кезде кім тез болмады? Нұрс болмады, иә. Мен Макстан алған едім сол кезде. Мен жазбадым. Иә. Ойы туралы солай десейді. Иә. Жалпы сол, маған өзіме ұнағандардан ол Қазбек Құрайыш, енді жалпы өлеңдері лирикалық сондай махаббат жайлы өзіме ұнайды. Сосын жалпы Ару жақсы алып шықты, аудиториямен өте жақсы жұмыс істеді. Сонымен қатар Дархан Жозға да трибют жасап шықты, бір өлеңін айтып. Иә, жалпы өте әсерлі болды. Қай әнін айтты? Қазір өтірік айтып қалуым кеп тұрған жоқ, бірақ бір танымал бір Дархан Жоздың әндерінің бірі болды. Сосын үйде емес. Жоқ, үйде емес, бір андай шамалы бір мұңлылау келетін бір Дархан Жоздың бір өлеңі болды. Иә. Сапар деген бар. Мүмкін сапар. Мүмкін, иә. Сосын Шиза жасап шықты, иә. Шизаның барабаншысы 10 жастағы бала. Малик деген. Иә. Малик. Жалпы сол фесттен кейін көп адамдар, мен өзім кіріп қарап көрдім,
адамдар яғни сол балаға қолдау көрсетіп жатты артынан өзінің парақшасына кіріп инстаграмдағы жазып жақсы алып шықтың ісің сәтті болсын өрге жүзе бер деген сияқты сөйтіп жақсы комментарийлер жазып жатты. Менің ойымша 10 жасар балаға бұл өте үлкен буст береді бұл, яғни өз-өзіне деген сенімділікке. Өйткені шыны керек 10 жасар бала, тіпті 10 жасар бала емес, мен ана сахнада болған кезде мен де қобалжып кететін едім, а 10 жасар бала өте мықты алып шықты концертті. Барабанды, тіпті жанында өзі, оның алдында да негізі фестте өзінің штатты сондай әншілер, музыканттар отырды. Бірақ анау сахнаны сол кезде барабанды ана балаға берген кезде профессионал сол барабаншы өзі таңғалып отырды, ана бала қалай мықты алып шықты деп. Ал ескертті ма халыққа біздің қазір Малик деген бала болады. Иә. Отырады деп барабанда. Яғни әрбір шығушы, жалпы қатысушы өзінің өлеңдерін айтпас бұрын өзінің командасын таныстырып отырды әрқайсысы. Яғни жалпы аудиториямен жұмыс істеу үшін білсін деп көбісі мысалы өзінің жанындағы сол музыканттардың олардың да бір деңгейін көтергісі келеді, сол үшін әрқайсысы айтып отырған болатын. Мынау менің командадағы мынау адам деп. Сол сияқты Шизада шыққан кезде өзінің командасындағы адамдарды көрсетіп шықты, арасында сол 10 жасар болады. Соның маған ұнағаны сол баланы сахнаға шығарып келіп, мынау баланың түрін жаттап алыңыздар, бұл бала әлі болашақта жарады деп сол жерде неге айтты. Жалпы қолдау өте көп болды. Залдан да қолдау көп болды. Әртістер де сол атмосфераны алып жатты, өздеріне сіңіріп. Шизаның өлеңдерін көп адам қолдады шыны керек ана жақта. Жалпы бізде бір қоғамда бір Шымкентке, бір оңтүстікке қатысты бір стереотиптер бар ғой, жалпы. Қоғамда бір қалыптасқан. Соған қарамастан да, яғни қолдау көп болды. Барлығы, тіпті Шымкенттен болсын, болмасын, барлығы шын деген өлеңді жатқа біледі екен ана жерде. Енді бэнгер болып кеткен. Бэнгер болып кетті ғой, иә. Сосын ол өзі де шыққан кезде айтқан болатын, бұл ән жалпы тек қана шымкенттіктер емес, жалпы қазақтардың барлығына арналған өлең деп. Яғни қай жерден болмасын, сөздерін білетін болсаңдар, қосылыңдар деп сөйтіп, енді сондай бір жалпы. Өйткені менің ойымша, мысалы шымкенттіктерге айтылатын сондай стереотиптер жалпы қазақтарға да айтылады да, енді орыс тілді ортада жүргендіктен. Мысалы орыс тілді ортада жүрсең, қазақша сөйлейтін біреуді естісе, бірден бір стереотиптер шығады, бір ой сөздерін айтып қалады. Сондықтан да Шизаның айтқаны, түсініп тұрмын да. Иә, ол не үшін айтқаны. Шымкентке айтатынымыз ол ішкі шовинизм. Ал қазаққа айтатыны ол енді халықаралық шовинизм. Сыртқы шовинизм. Бөтен біреу айтады. Гольф клуб дейсің, мен бар, ол Сағадат Нұрмағамбетов деген көшеде емес па? Мен барған, сен Хёрцқа бардың? Мен Хёрцқа барғанда Сағадат Нұрмағамбетов 232. Ол да бірақ сол Әл-Фараби жақты? Жоқ, ол Достықпен жоғары. Басқа жер. Ол басқа жағында. Хёрц қалай болды? Хёрцта да тура сондай қолға жапсыратын бір білезік тағып береді. Жәрмеңке болды, оның Жусан болды спонсоры. Соны 6-да басталды әдеттегідей. Біз клейн компаниялардың бәрін айтып шықтық бір жарнама сияқты. Иә, айта береміз. Жарнама фри. Кейін хабарласыңдар бізге. Иә, олар да 6-да басталды, және кім шықпас бұрын, Хёрцтің өзі шықпас бұрын 5-6 қазақстандық жас әншілер болды. Бірінші Клемгер шықты. Клемгер деген мен естімеппін оған. Мен бұрын естіп жүргем, ол күшті әнші. Қандай жанрда айтады? Сол меланхолиялық этно бірдеңкелер бар ма? Қандай? Этно жанрда айтады. Этно емес. Білмеймін, меланхолиялық поп дейма? Заманауи бір меланхолиялық қазақша поп. Сондай бір жанр. Кімге ұқсайды? Қоңыратбай FM бар ғой? Сол стиль. Билли Айлиш. Жан Ақтау деген өлең естіген шығарсың? Жоқ, мүлдем естімедім. Көп неде болды ғой ол? Тиктокта. Иә, тиктоктан неде. деген бір өлең болды, сөздері есімде жоқ, бірақ әуені есімде. Иә, түсіндім қандай ән екен. Иә, сол өлеңді айтқан. Мен сол өлеңнен жалпы білгем ол туралы. Сосын анау болды, Лили ма? Иә. Тын-тын-тын деген.
круто бірдеңе не круто сол ма I love you бір хот бәле дегенді айтатын ба? иә лили болды сол Иә. тағы кім шықты аяулым шықты ая деген ая мюзик бар ғой Ая ма? айқұлақ ая мюзик аяу Анау жаным Сыбырлайын. сыбырлап айтып берді Ол да Ою фесте болды, иә. ол жердегілер де онда жақсы екен ғой кәдімгідей жақсы әншілер шыққан екен ғой херцтің иә басында бір диджей отырды екі диджей ондай ешқандай жүргізуші болмады бір ұйымдастырушы келіп сөйледі мен бүйтемін сөйтеміз деді сөйлеп кетіп қалды сөйтіп ары қарай херц ары қарай шықты херцта өзінің сол олар екі адам екен да біреуі вокал тек екіншісі тек инструмент мультиинструменталист анау бір уақытта гитарамен тұрады сосын гитарасын алып қояды да синтезатормен отырады депеш мод сияқты негізі иә синди поп деген жанрға келеді екен сол кім депеш мод та сол ғой иә мен бұған дейін тыңдамағанмын бұл топты тек үзінділерін ғана бір екі әнін ал мынадан кейін мен бірден 10 ән қосып қойдым плейлистке хиттерін бүкіл хиттерін хит еместерін бәрін сөздерін жаттап бұл алды үшін негізі осындай бекер істемейді екен да турларды байқадың ба соңғы кездері кәдімгідей шетелдіктер көбейіп кетті Нео келді оған дейін Black Eyed Peas Джейсон Дерула келеді келе ма әлі Келеді. иә бұлар өзі 5-6 жыл ешқайда шықпаған екен кімдер херцтар бұлар тағы да не ғой енді өздерінің танымалдық пигінен енді асып кетті баяғыдан иә қазір түсіп кетті да енді деклайн болып жатыр ма енді біздің нарық бізге келіп жатыр соның өзіне де не рахмет сияқты ма анау месси ақш-қа кетті роналду арабияға кетті херц алматыға келді қайда ақша төлейді әйтеуір сол жаққа кетті бірақ қара билет 15 мың теңге болды сол херцқа сонда профит қандай анда 500 адам болған шығар максимум сосын мен санадым да шамамен бұлар қанша табады көп емес қосымша бір нәрсе сатылды ма ол жерде? дым сол жәрмеңкеде Тамақ. бірдеңе болды тамақ ештеңе болмады мерч онша байқамадым ештеңе болған жоқ енді жусан өзі төлеп берген шығар енді Мүмкін шақырған. мүмкін иә бір жеке гонорарға ал мынау басқа жаққа кетеді да мысалы мына жиналған сома сосын не жаңбыр жауды ою да жаңбыр жауды ма Ою да болмады бірақ алдыңғы жылы жаңбыр жауыпты бірақ негізі сол күні жаңбыр жауғанда да дұрыс болатын еді өйткені өте ыстық болды енді адам көп қайнап тұрды күндіз шамалы енді күйдік кешке жақын жалпы сол көп адамның санынан жалпы сахнаның өзінен бүйтіп бу шығып тұрған болатын соны жүргізушілердің өзі де айтып отыратын алдыңғы жылы сол жаңбыр жауыпты қатты жаңбыр құйып бірақ ол адамдарды тоқтатқан жоқ бәрібір сол неден соңына дейін тұрып деген сөйтіп отырып тұрып андай моменттер болғанда қол көтеріп секіріп бәрі сол болды өте көп болды айтып тұрмын ғой кім шықпаса да қолдайтын адамдар көп болды жалпы аудитория өте фидбэкті жақсы беріп отырды тіпті әртістердің өздері таңғалып отырды кім шықпаса да бір хедлайнер шыққандай қолдау көрсетіп отырды кейде болады мен бірнеше концерттерде болған тек қана мейн артистқа ғана бір қандай да бір көңіл бөледі да қалғандар шыққан кезде бір арасынан бір шапалақтап қойып бүйтіп енді кез келген әртіске ол қиын ауыр тиеді өйткені ол аудитория сезімтал адамдар иә ол қатты әсер етеді да ал бұл жерде кім шықпасын деп поддержка беріп анау шықты мынау шықты барлығына бірдей қолдау көрсетті да сол себептен херцта кімдер біздікілер шыққанда онша болмады херц шыққанда андай әрбір қимылына реакция да шулап жай бүйтіп сахнада шамдар жанады да херц деген жазу шықты үлкен баннер соған бәрі шыңғыра басады иә сосын ең соңында ол бір әнді айтты да кетіп қалды сахнадан қараңғы өшіп қалды бәрі тып тыныш болып қалды сосын бәрі түсінбегендей бірдеңе болды сосын бәрі айғайлай бастады stay деген ән бар ғой stay деп айғайлай бастады сөйтіп шықты да сол әнді айтты тағы да екі ән айтты сондай бір интрига моменттер болды жалпы ол бисқа шақыру деп айтылады ғой иә сондай бір сахналық бір терминдермен айтады қазақша бір сөздерді айтпады ма рахмет қазақстан деген сияқты айтпады бірақ I love you Қазақстан I love Алматы you amazing деген сияқты стандартты фразалар айтты бірақ Алматы Қазақстан деген кезде алма ата деген жоқ алматы емес
We love you Алматы деді. иә сосын айтты жаңбырға қарамастан типа despite the raining бір бәле деді да. Сосын менде жаңбырға менде қобалжымаңдар, мен де жаңбырдың астында тұрмын деп кішкене сахнадан бүйтіп шығады да, бері қарай шығады да, кішкене жаңбырда тұрады да, бірақ өте әсерлі. Жаңбырдың астында айтқан кезде әсерлі көрінеді. Сол жалпы концерттер мықты болды, шыны керек. Сол күні Алматыда атмосфера өте мықты болды, шыны керек. Ұмытылмас күндер. Жалпы 20 жылдан кейін естелік болады. Бұндай фест негізі өзім шыны керек алдыңғы жылда фестқа барамай қалғам. Ол кезде мен қатты естімедім де ол фест жалпы не екен, қандай екен, бірақ осы жылы жалпы мен біраз содан кейін оюдың каналына жатып алдым. Оюдың сол әрбір каверларын тыңдап, енді өзіме қосып сөйтіп істеп жүргеннен кейін осы жылы дайындалып бардым. Содан кейін өте бір жақсы әсер алдым. Оюдың каналында Шиза ешқандай инструментсіз айтты, минусқа. Ал фестивальдің өзінде жаңа кәдімгі инструменттер болды. Инструменттермен. Жалпы басқаша естіледі өзі, минустан бөлек. Кішкене рок аранжировкаға келді. Рок сияқты. Өйткені сахнаға шыққандардың көбісі негізі өзінің өлеңдерін рок стиліне жақындатып сондай аранжировкамен айтқан болатын. Өйткені жанды дауыстағы инструменттер тұрды ғой ол жерде. Сол үшін өздері де бәрі өз дауысымен айтты. Ол жерде андай бір не болмады. Минусовкамен қосылып айту деген сияқты сондай болмады. Бірақ минуспен қосылып айту ол норма, негізі. Мысалы, моргенштерндер клубтарда шыққан кезде секіру үшін, жеңіл болу үшін жалпы айтқан және қозғалған. Ол нәрсе қайдан шықты негізі? Минуспен, құр минусты емес, жалпы әнді қосып қояды. Әннің түпнұсқасын қосып қояды, өзі сонымен бірге айта береді. Осы жерде Kanye West пен Travis Scottқа келеміз. Ол сөйтіп айтқанда соны бәрі кейбіреулер жамандап отыр. Жоқ, негізі Kanye West бастаған ба білмеймін, жалпы рэперлер бастады деп ойлаймын. Себебі рэп кәдімгідей лайв түрде айту өте қиын да. Ол жерде тез айтуың керексің, тез оқылады, сөздері көп, даусың қырылдайды, қатты айтады да, қатты дыбыстап айтуың керексің ол жерде лайв. Сондықтан кәдімгі оригиналды қосып қояды да, анау кейбір сөздерін қосып, немесе қайырмасын бірге айтады. Норма болып кетті. Және қасында бір адам болады әдетте. Мысалы, Эминемнің қасында біреулер жүреді ғой, үнемі. Кез келген рэпердің қасында бір подогрев деген сияқты. Иә, ондай болады. Мысалы, осы жақында Трэвис Скоттың несі болды. Альбомы шықты, альбом шыққаннан кейін үлкен концерті болды. Аты Утопия. Иә, альбомның аты Утопия. Оны негізі басында қазір енді рэп әншілер альбом шығармас бұрын роллаут жасайды. Роллаут деген сол альбомның шығуына байланысты түрлі іс-шаралар жасайды, концерт, там промоушн, бір түрі. Негізі оны Гиза пирамидаларында соның қасында жасайды деп айтқан. Он Мысырдың билігі рұқсат берген жоқ ол жерге. Сосын оны басқа жерге ауыстырды. Тутанхамон оят жүресін деді. Тутанхамон билік кетеді деп. Трэвиспен қосылып. Сосын Римге ауыстырды оны. Римда Колизей ма, білмеймін қай жер екенін. Бірақ кәдімгідей үлкен 60 мың адам жиналды. 60 мың адамды кәдімгідей шайқады. Бүкіл альбомдағы әндерін орындап шыққан. Білмеймін, альбом маған қатты ұнады. 60 мың адам деген көп па қазіргі есеппен? Кәдімгі бір стадион ғой. Бір стадион, бір орташа стадион. Жалпы альбом туралы айтатын болсам. Утопия. Дұрыстап айтамыз, Утопия десек те, Утопия десек те бір енді, бірақ Трэвистің ұзақ көптен күткен альбом, себебі соңғы альбом 5 жыл бұрын шыққан, 2018 жыл. Білмеймін, маған кеше ғана шыққан сияқты, өйткені білмеймін, уақыт тез өтпеді. Енді ол альбоммен салыстырсам, Astroworld оған дейін шыққан альбом. Ол андай болып көрінеді енді қазір енді Утопия шыққаннан кейін ол бір кішкене попсовый сияқты естіледі. Тек сол Утопия қандай? Утопияда бір күрделірек, бір өзінің концепциясы бар, эксперименттері көп,
фиттары көп байқадым. Фиттар ол анада да көп болды. Жалпы бұда да көп, өйткені әндері де көп та бұда. Осы альбомда 19 20 ән. Эксперимент жағынан енді көп айтып отыр кәдімгідей Kanye West'тің ықпалы байқалады деп. Әрбір әнде Kanye West'тің бір сэмплы болсын немесе оқу читкасы болсын, флоу флоу бәрі әйтеуір Kanye West'тің несі байқалады, кәдімгі ықпалы. Сондықтан сол Трэвисті ашқан сол ма? негізі Kanye West ашқан осыдан 11 жыл бұрын, 2012 жыл. Kanye West'тің сол кезде лейблмен ортақ Cruel Summer деген альбомы шыққан. Соның жазылуына қатысқан ең бірінші рет. Сосын Yeezus, одан кейін шыққан Kanye West'тің Yeezus деген альбомына осы Трэвис Скотт кәдімгідей продюсерлігіне қатысқан, өз үлесін қосқан. Былай айтса болады енді, Yeezus'ты Трэвис жасады, ал Утопияны Kanye West жасады. бір-біріне көмектесті деп. 10 жыл өте кәдімгідей осындай параллельдер бар, ұқсастықтары бар. Ең күштісі осы Римда өткен концертінде Kanye West'тің өзі де шықты. Тура концерттің ортасында екі ән орындады. Сол кезде Трэвис айтқан, Kanye West'сіз Трэвис Скотт болмайды, Kanye West'сіз Утопия болмаушы еді, и Kanye West'сіз Римда болмаушы еді. Римдағы концерт болмаушы еді. Сонысына кәдімгідей қуандым. Күшті болды негізі, өте әсерлі болды. Сезіммен бір эйфориямен айтылған сөздер болған шығар мүмкін. Бірақ енді шынымен де Kanye West'тің ықпалын енді бір орынсыз бағалау мүмкін емес қой. Шынымен де қазір қаншалықты Kanye West'ті енді қазіргі уақытта өйтіп cancel демейді, мысалы 1-2 жылдан бұрын қарағанда. Бірақ жалпы Kanye қазір бір өз-өзіне кетіп қалған сияқты, соны сол сезімнен бір шығара алған бір адамдардың бірі болған сияқты, менің ойымша Трэвис. Өйткені біраз болды ғой шыны керек Каньенің осындай бір үлкен сахнада айтпағанына. Kanye West'тің бәрі кәдімгідей бас тартты ғой, отвернулись дейді. Тіпті бұрын дос болған, бірге ән жазып, бірге көтерілген кейбір әншілер. Дегендік? Жоқ, досы, ол набыр жауы ғой. Ана Киммен жүрген. Иә. Кәдімгі сол кезде бұрынғы достары тіпті одан бас тартты да. Бірақ Трэвис Скотт кәдімгідей өзі бір тректе айтады, I am loyal to Kanye over Biden дейді. Типа Байденді емес, Kanye West'ті таңдаймын деген сияқты. Енді Kanye West айтып еді ғой, президенттікке үміт нетем, қатысам деген сияқты. Kanye West бәрібір cancel денсе де, мысалы былтыр айтты ғой еврейлер туралы, не деп айтып еді, Гитлер туралы айтты. Гитлер жақсы жігіт болған деп айтты. Не үшін айтқан? Одан кейінгі сөздерін ұмытып қалдым, әйтеуір еврейлерге қатысты болды да. Яғни ол айтады, қазіргі осы Голливудта және де осы музыка индустриясында жалпы негізгі басқарушылар, яғни у руля деп айтады ғой. Соларды басқару, тізгінді ұстап отырған адамдардың барлығы еврей деп айтады да. Яғни сен олардың бір қандай да бір нормалардың егер ережелеріне, бір ойынына келіспесең, олар сені ысырып тастайды. Мен сол системаға қарсымын деп өзін айтқан болады. Яғни сол жағынан мүмкін ол бір Гитлердің сондай бір идеяларын қатты несі. Өйткені ол да айтты ғой, яғни Гитлердің не үшін еврейлерді жек көргені. Сол кезде экономикада да сондай басшылық бір сондай бір посттардың барлығында сол кезде Австрияда да Германияда да еврей тектес сондай нелер азаматтар болғаннан кейін мүмкін соның бір сондай ойы оған қатты бір әсер етіп қалды ма енді. Мен Трэвис Скотт тек Thank God деген трек ұнады. Қалғандарын тыңдай алмадым. Неге десең, маған тек андай мелодиясы бар. Бәрінде мелодия бар. Бірақ кейде мелодия бір мелодияның өзі түрі болады ғой, жағымды. Есте қалар уақытта бір бит болса, бір ритм болса, сол кезде ұнатасың. Иә. Сосын сөздері де ұнаған сияқты саған. Әуезді сөздері ұнады. Сөздері ол әрине сөз әрқашан ұнайды маған. Өйткені мен сөзге құмар адамын, ал мелодияға келген кезде әуезді болса ғана ұнайды екен да. Ал жай бір
дикс деген биттер маған онша тартпайды екен. Сондықтан да көбі мүмкін кейбір адамдар рэпті қабылдамайды. Бұл жерде сол жаңағы экспериментал деген айтқан себебіміз сондықтан ғой. Бұл жерде кәдімгі дикс дегендер өте азды. Арт микс кәдімгі анадан да бар, мынадан да бар. Сэмплдің неше түрлері бар. Сол жағымен күшті негізі осы альбом. Бұрынғы альбомдар маған кәдімгідей шикі болып көрініп кетті қазір. Қарапайым сияқты. Кәдімгідей дамыған, біздің бұл тек өзінің ғана даму емес, өзінікі де бар, және продюсерлердің көмегі ғой, бұл жерде екі жақты. Ал мысалы біздің жалпы әлемде көп әншілер бір-екі фитпен ғана тоқтап қалады ғой, кейін шығарады альбом, бірақ ол жерде қайталау сияқты. Мысалы 50 Cent неге тоқтап қалды деген ше, өйткені ол гангстерлік теманы айналдыра берді, қызық емес болып кетті, дәуір өтіп кетті. Kanye West бас озып кетті. Тұлға ретінде дамып отқан маңызды ғой. Енді қара, Kanye West мысалы мақтай бердім ғой, бірақ 2000 шынымен ғой еңбегі зор. 2003-терде шамамен бастады, енді продюсерлік анау-мынау деп айналысып жүрді. 2004-те ресми альбом шықты, бірақ әлі де ол өзекті болып келе жатыр да. 2023 жыл болса да. Осы биыл немесе келесі жыл альбом шығуы мүмкін. Енді әр альбом сайын бір тәжірибе, эксперимент, жаңа звучание, жаңа әртістерді тартады. Әсіресе осы жастармен жұмыс істеген жақсы көреді Kanye West. Жастарды тартады, жаңа жұлдыздарды шығарады. Мысалы Big Sean, Drake, Travis, Kid Cudi бәрі солай шыққан негізі. Кейін олар оған омаж жасайды. Мақтау, мадақ жасайды. Мадақ айтады. Жаңағы мысалы Kanye West'ің Adidasқа қатысты несі. Енді Adidaspен контракт болды ғой, Easy деген бренд. Kanye West ол кезде миллиардер болып кеткен. Бірақ контракт бұзылғаннан кейін ақшасы азайып қалды. Миллиардер атағынан айырылды. Бірақ кейін естігендеріңдей, мысалы жаңалықтарда шықты, Adidas'тың бүкіл несі түсіп қалды. Саудасы, жалпы кірісі азайып қалған. Біраз оған дейін шыққан кроссовкалары бәрі тұрып қалды неде, складтарында. Сосын әйтеуір ақыры Kanye West'пен келісіп, одан кешірім сұрап, қанша жерден мысалы Kanye West'ті неткісі келсе де, кэнселдағысы келсе де, олар істей алмады. Бәрібір қайттан қосылып, енді қайттан сатылып отыр сол кроссовкалар. И жақында естідім, мысалы, сол бүкіл түскен пайданың 85% осы Easy'дан түсіп отыр екен. Adidas. Бүкіл емес, осы кроссовкаларға қатысты. Өйткені жалпы Adidas'тардың кроссовкалары ондай, мысалы, керемет емес те, оған дейін Nike'тардікі сияқты болған жоқ. Easy келгеннен кейін олар кәдімгідей көтеріліп кетті. Бәрі киіп кетті. Силуэт деп айтады ғой. Әрбір, яғни осы кроссовкалармен қызығатын адамдар ол темада шығар. Көп бір атақты есте қаларлықтай силуэттардың саудасы мықты болатын. Сол Adidas'та олар онда бірнеше линейка ғана бар. Ол суперстар бұрыннан келе жатқан, алдында анандай резинадан жасалған қатты, яғни баскетболға арналған аяқ кимейтін. Сосын кедылары бар, Стэн Смит деген сияқты сонда. Солар саудасын жақсы жасап тұрады, бірақ қалған мысалы түрлері көбінесе олар спортқа арналған, немесе бір қандай да бір есте қаларлықтай бір атрибуттары жоқ. Ал Kanye Adidas'ты Nike'тың деңгейіне жеткізді деп айтса болады. Яғни адамдар кәдімгідей кезекте тұрып, Adidas'тың аяқ киімдеріне кезекте тұрып, оларды қымбат бағаға ритейлдан сатып алатын жағдайға жетті. Яғни реселлер болып кетті. Яғни кәдімгі кроссовки, аяқ киім сататын сондай магазиндердің көбісінде Adidas'тың аяқ киімдер пайда бола бастады. Бұрын Adidas тек қана өзінің нелерінде, сторларында ғана сататын, а қазір именно сондай фэшн, аяқ киім, сондай бір аяқ киім сататын магазиндерде Adidas'ның көп аяқ киімдер пайда бола бастады. Ол деген деңгей, ол қалай айтса болады, поп культурадағы, поп мәдениеттегі, жалпы поп мәдениетке көп нәрсе кіреді ғой. Соның ішінде sneakerhead деп айтады. Жалпы sneakerhead, sneakermania деп айтады. Қандай да бір өте атақты силуэттағы сондай бір кроссовкаларды іздеп, оны өте қымбат бағаға сатып алып, коллекцияға алып қоятын. Сондай деңгейге дейін жеткізді Kanye. Сосын тағы да бір жайт, олар Adidas
сол Каньенің дизайнының кейбір элементтерін алып, одан арзандау линейкаларына сол атрибуттарды қоса бастады. Мысалы, Easy'дің мысалы бар ғой, Easy 360, 500, 700 тағы қандай бір линейкалар бар ғой. Соған шамалы ұқсайтын, бірақ сәл-сәл өзгерістермен, сәл бағасы жағынан жеңіл, доступный, арзанырақ келетін, қолжетімдірек келетін сондай силуеттер жасай бастады. Boost линейкасын, Easy Boost мысалы болды. Сол жағынан, яғни Каньенің ықпалы мықты болды шынымен. Адидасты бір шағынан. Ол жерде сонымен қатар құр кроссовкалар емес қой. Киім болды. Андай нелер болды. Бар деген тапочки. Тапочкилар бар. Шәркей. Шәркей. Foam runner бар. Мысалы, Крокс сияқты. Foam runner, сондайлар. Сондай аяқ киім түрлерін шығарды да, кейін басқа компаниялар соны копировать ете бастады, көшіре бастады. Nike тіпті, Nike солардан көшірді. Адидастың өзінде де бар ғой қазір. Суперстар бар ғой, Суперстардың силуетіне жасалынған, таза резинадан жасалған сондай foam runner ұқсас, сондай не бар. Сондықтан Kanye West'ің ықпалы тек музыкада емес, жалпы сән әлемде де. Анау кроссовка есіме түсіп кетті. Сайтанға келтірілген кроссовка. Нас па шығарған? 666 ғана данасы шыққан. Сен соттасып, олар жауып тастаған ба сондай. Өйткені ол біреудікін көшірген. Air Jordan'ды ма көшірген? Сол үшін плагиат болған. Білмеймін кім екен. X Nas деген бар ма? Lil Nas X. Соның сияқты, қателеспесем. Және Devil Crossover. Ол сондай теманы жақсы көреді. Жалпы Air Max'ты көшірмеген компания бар. Мысалы, шатаспасам, жапониялық бренд, Bape Star деген. Basing Ape. Сол оларды кәдімгі Nike'тың силуеттарын алады, свушын өзгертіп, сәл дизайн өзгертіп, ресми түрде, мысалы Жапонияда, сосын басқа нелерде өзінің аяқ киімі ретінде сатып жатыр. Былай шетінен қарасаң дизайн айнымайды мысалы. Сосын Адидаста да мысалы Nike'тың Air модельдеріне ұқсайтын Forum деген бар. Big, сондай кроссовка бар. Ол да мысалы Inspiration деп айтса болады неден алғанда. Сосын тағы да мен айтқым келіп жатқаны, жалпы сен айттың ғой Нұрыс бағана, Каньенің біраз шығарған әртістері бар деп, соған орай хип-хоптың жақында туған күні болған. 11 тамыз күні хип-хоптың 50 жылдығы болды. Яғни жалпы қазір көп адамдар, сол музыка әлемдегі адамдар екі датаны айтады. 12 қараша, сосын 11 тамыз деп. 12 қараша 74 жыл, немесе 11 тамыз 73 жыл деп. Бірақ ақш-та ресми түрде хип-хоп күні деп 11 тамыз бекітілген. Сол себептен бүкіл әлемде де хип-хоптың күнін осы күні тойлайды. Қандай оқиғаға байланысты? Ол оқиға шатаспасам... Ол былай болған ғой. Ол былай болған ғой жалпы негізі айтатын болсақ деп. Атамның айтуынша дейсіз. Негізінен хип-хоп жалпы атауының өзінің шыққан тарихы да өте қызық. Оны әркім әрқалай айтады, бірақ негізінен сикру хоп деп, яғни сосын немесе гип-хоп дейсіз. Орыстар сияқты. Не говори хоп, пока не перепрыгнешь деген. Хоп деген секіру, сосын хип деген жалпы бөксе. Сол мағынада айтады, немесе хип-хоп деп жалпы бір орыннан екінші орынға секіріп билеу деген сияқты да. Өйткені жалпы хип-хоптың пайда болу тарихы жабық сондай бір вечеринкалардан пайда болатын. Яғни оның алдында MC-лар тойдағы тамада сияқты болатын. Яғни қазіргі таңдағы рэперлар деңгейінде емес, осындай әрбір сондай вечеринка тусовкаларда, жабық сондай вечеринкаларда жалпы талпаны қуаттандырып, өлеңге шақыртып, сондай біздегі кәдімгі тамада сияқты сондай деңгейде болатын. Бірақ уақыт өте келе олар музыканың әуеніне сәйкес келетін, ритмына сәйкес келетін бір шумақтарды құрастырып айтуға болатындығын құрастырып тапқан еді. Содан кейін, сонда сол уақыттан бастап қазіргі уақытқа дейін 50 жылдың ішінде жай құр
толпаны қыздырып тұратын сондай деңгейден бір негізделген үлкен бір альбом, бір қандай да бір лирикалық тақырыпта айтылатын өлеңдер сияқты бір деңгейде келтірген сондай бір хип-хоптың деңгейіне 50 жылдың ішінде көшті. Сонда 2000 біздің тамадаларға 2050 дейін жету керек па? Жалпы оны қалай айтсам болады, негізін салушы сондай, бірақ екеуі шамамен бір-біріне келмейтін зат, бірақ қазіргі сол рэперлер сол MC-лардан тарады деп айтса болады. MC-лардан тарады. Сосын Master of Ceremony. Master of Ceremony. Қысқаша айтқан кезде, яғни сол іс-шараны бір кешті қызықты қылып өткізетін адам болған. Одан кейін барып ол қазіргі осы деңгейдегі, осының қазіргі стильдегі формаға келді деп айтса болады. Жалпы негізі хип-хоптың отаны ол Нью-Йорктағы Бронкс, оңтүстік Бронкс саналады. Интернеттан егер ютубтан қызық болса жазып көрсеңіздер болады, хип-хоптың туындауы деп өте көп документалды роликтар бар. Өте қызық, кім осы жалпы саланы білгісі келсе. Сол Бронкста жабық осындай бір шағын вечеринка кезінде DJ Kool Herc деген сондай MC болған. Сол ең алғашқы рет осындай өлең шумақтарын бір-бірін ұйқастырып айтуды келтірген болатын, кейіннен сэмплдатқан. Жалпы сэмплдау да сол уақытта пайда болған. Жалпы хип-хоптың базасы ол сэмплдау. Сэмплды қалай өте грамотно қолдана алуына байланысты, сенің сондай қабілеттерің де соған байланысты деп айтады. Өйткені хип-хоп жалпы ол қалай айтсам болады, бір кедейлердің әні емес. Енді шын керек профессионалды әншілерге қарағанда рэперлер, олар қолында не бар, сол заттардан өлең шығаруына тура келеді. Ол кезде сол қалай айтса болады, магнитофондардағы өлеңдерді алдыға артқа қойып, сол жерлерін кесіп алып, солардан өлең жасап, оны қайтадан луппен кесіп, жабыстырып, бір-бірімен қосып, сондай техниканы сол кезде пайда болған болған. Қайталану үшін анау ма, бір екі диск тұрады айналып. Соған бір әдемілеп жапсырып қойса, қайталана бере ма? Сол уақыттан сэмплирование дейді, сол уақытта пайда болған. Қызық. Ал жалпы не үшін Каньенің тағы да ықпалын айтатын болсақ, ол жерде жаңа өзіңде айтып қалдың ғой, Макс, өйткені 50 Cent не үшін қазір сондай трендте емес. Жалпы сол 90-шы жылдардағы, 2000-шы жылдардың басындағы рэперлардың көбісінің айтатын өлеңдер, рэптарының көбісінің тақырыбы қандай болды? Ол байлық, ақша, қыздар, көліктер, қымбат киім алу, бір-бірін өлтіру, пушки, ганс, money, наркота деген сияқты получается. Сондай насыбай, сондай болмайтын. Енді сол уақыттың өзінің заманның талабы сол болды, аудиторияға сондай өлеңдер керек болған болатын. Кейін Kanye шыққаннан бастап, Kanye лирикалық мағынасы бар, яғни еркектердің сезімдері бар, рэперлердің сезімдері бар, олар жылай алады, олар бір қандай да бір тақырыптарға қол жүге алады. Ол кейінірек 2008-ден бастап. Оған дейін 2004 жылы Kanye шыққан кезде білім беру, әлеуметтік мәселелер, дін туралы ешкім үйтіп айтпаған. Kanye шықты да Jesus Walks пен кәдімгідей жарып жіберді. 2008 жылы Airwave and Heartbreak шыққан кезде кәдімгідей сезім туралы айта бастады. Дін туралы Christian rock деген бар ғой, христиандық рок. Ол жатпай ма? Жоқ, ол рок қой. Анау кәдімгі рэпті. Қаралар дін туралы үйтіп рэппен ешкім айтпаған. Жалпы қоғамдағы мәселелерді көтеру де осы саясат туралы айтады. Kanye West негізі сенуші адам ғой деймін, діншілдігі бар ма? Діншілдігі бар, бұрыннан бері бар. Мамасы сөйтіп тәрбиелеген. Бірақ оның қазіргі діншілдігі білмеймін. Мысалы 2019 жылы 2019 ба 20-да шықты альбом Jesus King деген. Қара, біз христиан діншілдерін басқаша қараймыз, ал мұсылмандікіне басқаша қараймыз да. Мысалы Kanye діншіл десе, Иисусқа сенеді десе, мен Исаға, мен оны тіксінбеймін да, мен оны окей деп қараймын да. Ал мысалы 91-дағы Зак мұсылманмын деп, діншіл екен деп шықса, намаз оқи деген десе, мен оған бір түрлі қараймын.
сонда бұл исламофобия ма әлде біздің діншілдер кішкене діншіл десе радикализммен байланысты болып кеткен ба, сондай бір таптаурын бар ма? Енді енді өзіңді айтып отырсың, мысалы ислам туралы кітті ғана бір сын айтылса, бірден ол исламофобия деп ойлайды да олар. Ондай мысалы христиандықта мүмкін бұрын болған шығар, бірақ қазір олар кәдімгідей қарапайым қарайды. Мән бермейді да, окей дейді да, кәдімгідей қабылдай береді. Және оларда кәдімгідей музыкамен байланыс қатты да, енді госпел әндердің арқасында кәдімгідей музыка жағынан да олар байланыс күшейіп, сол жағынан дамып кетті. Мысалы исламда ондай жоқ қой. Мүмкін мүлде музыканы тыңдамау керек деген кейбіреулер сөйтіп айтады. Иә, біз дін жаққа кетіп қалды, негізі Kanye Westке арналған шығарылым эпизод сияқты болып кетті. Демба подкаст. Мәдениеттегі трендтерді талқылаймыз.